Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Әлден Гаухар. Бүгін мен қамыр үлпілдеп тұрған жұмсақ булочка жасадым. Бұның құпиясы құрамына уксус қосылатын болады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап тұрып араластырып, оның үстіне 6 ас қасық қантымызды қосып, оны да ерітіп араластырып, үстіне жылы сүтімізді құйып 400 грамм, оны да араластырып, сары майдан 50 грамм, 60 грамм өсімдік майынан тұзымызды, дрожжымызды қосуды ұмытпаңыздар. Мен дрожжды кейін қостым, ұмытып кетіппін. Сосын 9% уксусымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып, ұнымызды қосатын боламыз. Он енді керегінше қосасыздар. Жақсылап тұрып араластырып, салмақ түсірмей қыздар елейміз. Мінекей осындай болды. Енді осының бетін жауып, жарты сағатқа, 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қалдырасыздар. Менікі жарты сағатқа қалды. Мінекей осылай көтерілді. Енді осыны шетінен бастап кесіп, дөңгелетіп осылай аласыздар. Одан соң енді өз қалауларыңыз бойынша өрсеңіздер болады. Мен дәл осылай өрдім, шаштарыңыз ерекше көрінсін деген мақсатта. Одан кейін осылай орап алдым. Арнайы кекстің формасына қағазын төсеп, орналастырып шықтымдағы 10 минутқа бетін жауып қалдырдым. 10 минут өткеннен соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар. Инстаграм парақшамда дәл осылай аталады, Әлден Гаухар. Тіркелуді, YouTube парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар.